Ал қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Күндеріңізге сәттілік. Баршамыздың күніміз қайырлы да сәтті болсын. Ал бүгін бізде алла бұйыртса түскі асқа мантыны дайындайтын боламыз бірге. Ал бізбен бірге болыңыздар. Бізді көрсеңіздер, қолдап, тіркеп, жылы лебіз тілектеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Мінекей, ашып алған заттарымды жуып, шайып алғаннан кейін жақсылап кубик қылып турап, морозилниктен азанда шығарып қойған фаршымды турап қойған заттарымның үстіне салатын боламыз. Әрине пышақпен шет-шетін кесіп, мінекей кесіп шыққан заттарымды тұзыммен бұрыш салатын боламын. Сонымен менің қамырым, жақсылап июған қамырымды осылайша жұқалатып қойған қамырымды көз мөлшерімен кесетін боламын. Мантының қамырын мінекей дайындап алған фарштарымды кесіп алған қамырымның үстіне қоям. Дәлме-дәл ортасына қойып, бисмилләмізді айтып, жақсылап түйетін боламыз. Мінекей осылай мол-мол қылып салып алдым. Бір үлкен ас қасықпен мынанша заттарым бар, мынанша қамырларым бар. Бұлар да мені түй деп күтіп тұр. Мінекей барлығын түйіп алдым. Мендегі 2 лист шықты. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай арадан 45 минут өткізіп жіберемін. Өте очень әдемі манты болды. Біздің түскі асымыз осылай. Мінекей өте жұқалатып жайған. Сіздерге арасын көрсетіп жатырмын. Мінекей сулы, өте дәмді түскі ас. Бізге кетчуп майонез жеуді болмайды дегеннен кейін айранды қостым. Мінекей балаларға осылай ұсындым. 5 бала шағама осылай 5 тарелкаға сап, осылай ұсындым. Ал сау болыңыздар.